Аста шаршап жүрген көрінеді. Күндіз концерт, кешке той, арасында түсірілім алаңында жүретін Қайрекеңнің де ұйқысы қанбай, жүрегі сыздап жүр екен. Енді ұйықтасақ, бір атылақтаймыз, тоқтамай. Бірақ білмеймін әлі жас болғаннан кейін шығар қатты аса бір ауырмаймын, көп ауырмаймын негізі. Анда-санда бір демалып жатқаным болса, осы жақында бір 10 күн жаттым. Жай демалып жаттым. Ауырып еміз дегенше, ауырмаудың жолын ізде дейтін еді қазақ. Алайда бұл мақал өнер адамдар үшін айтылмаған сынды. Оған дәлел, тоқтамай жұмыс істейміз деп, ауруханадан бірақ шыққан Төреғали Төрәлі мен Қайрат Нұртастың қазіргі күйі дәлел. Тіпті денсаулығы сыр берген қос әнші үлкен сахнадан кетеді екен дегенде қауесет жүрді. Ал әнші жігіттер болса, өздері жайында айтылатын мұндай сөздерді күліп қана қабылдады. Жоқ, одан шаршауға болмайды. Оны аңсап тұрам. Бекер әңгіме айтпайды ғой ешкім. Айтылу керек біріншіден. Екіншіден айтылған жақсы деп те ойлаймын. Біздің қазақ елінде біздің өнерпаздар әңгіме болуға жарап тұрса, онда бір тіршілік жүріп жатқан шығар. Ауырып қалды, енді сөз көп қой, әңгіме көп. Әңгіменің болған дұрыс. Қуанам, мен жайлы әңгіме болса, мен қуанам, рахаттанам. Сондықтан айта берсін деген Жанар Дугалованың айта берсін. Жүрек болған кейін ауырады ғой, ауырмаса ол қандай жүрек. Сондықтан жүрек ауырған адамның жүрегі ауырса, ол бақытты адам деген сөз. Сондықтан жүректеріңіз ауыра берсін, жақсы нәрсе. Халық үшін, ел үшін, қазақ өнері үшін екі аяқтан тік тұрып қызмет етемін деп елдің алдына шығып уәде бергеннен кейін өнер дейтін үлкен аманатты мойынға жүктеп алып үйде жата берген тағы болмайды. Содан кейін Құдайдан күш қуат тілейміз. Халықтың қошеметі болса, шауып жүре береміз.